Сәлем достар, Балбармақ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін аскөк пен сарымсақ қосылған өте жұмсақ, иісі мұрынды жарып тұратын, үлбіреп тұрған булочкилер әзірлейміз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл булочкилерді әзірлеу үшін ыдысқа 370 мл жылы су құйып, оған 1,5 ас қасық шекер саламыз. Араластырамыз. 1,5 шай қасық дрожж қосамыз. Араластырамыз. 2 шай қасық тұз саламыз. 2 ас қасық күнбағыс майын қосамыз да барлығын араластырып аламыз. Енді 600 грамм ұнымызды електен өткізіп, 3 бөлікке бөліп араластыра отыра саламыз. Ең бірінші қасықпен араластырып аламыз. Белгіленген мөлшерден артық ұн қоспауға кеңес беремін. Егер де көп ұн қоссақ, қамырымыз қатты әрі тығыз болып шығады. Қамырымыз жұмсақ әрі қолға шамалы жабысатын болуы қажет. Қамырымыздың бетін ас пленкасымен жауып, 1,5-2 сағатқа жылы жерге қоя тұрамыз. Осы сағаттар арасында қамырымызды қарап 1-2 рет бастырып қоямыз. Оған шейін жақпамызды дайындап аламыз. Ол үшін 5 ас қасық күнбағыс майына аскөкті ұсақтап турап, сарымсақты қысқыштан қысып, сығып аламыз. Және де барлығын қасықпен араластырамыз. 1,5 сағаттан соң духовкамызды қыздырып қоямыз. Одан кейін қамырымызды алып, бірдей жамыз. Және де осы бөлінген бөліктерді майланған табамызға саламыз. Мінекей дәл осы әдіспен осылай шариктейміз. Осылай бәрін салып шығамыз. Менің ыдысымның диаметрі 30 см. Мінекей осылай бетін ас пленкасымен жауып, жылы жерге қоя тұрамыз. Көтерілгеннен кейін қызып тұрған пешке 180 градусқа 30 минутқа қойып аламыз. Мінекей әдемі булочкамыз әзір болды. Бетіне жақпамызды жағып, 10 минутқа қоя тұрамыз. 10 минуттан кейін ұсынуға болады. Бұл булочки борщпен, суптармен, неше түрлі күрішпен жақсы кетеді. Астарыңыз дәмді болсын.